Алаш айтқан асыл сөз. Қазақ руханияты осындай жаңа кітаппен толықты. Жинаққа 20 ғасырда ұлт көшін алға сүйреген 25 алаш арысының аузынан шыққан, қаламнан тамған татымды сөз, түйде ойлар топтастырылған. 25 тұлғаның таңдалған тегін емес, бұл тәуелсіздік тойына тарту. Және ұлт көсемі Әлихан Бөкейханның 150 жылдығымен Алашорда үкіметінің құрылғанына бір ғасыр толуына Аманат пікірталас клубының жасаған арнайы сый екен. Гүлжазира Алиқызы Алаш айтқан асыл сөзді тыңдап келді. Кітаптың әр бетінде кесек пікір кесімдой. Бодандықта бас көтермей, бүктісіп жатқан халықты тілмен түйреп намысын түртіп, қисық қыңыр қылығын кесіп түсер семсер сөздер. Ұлтына жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден деп пайымдаған Әлихан Бөкейхан мен кемшілікті айту ұят емес, қатені айтпай, денеде сақтап жүрген ұят деп топшылаған Смағұл Сәдуақасовқа дейінгі ұлы шоғыр ұлт зиялыларының ұшан теңіз мұрасының түбінен біртіндеп теріп алынған маржан сөздер бұл. Кітаптың кіріспесін жазған ғалым Тұрсын Жұртбай айтқандай, бұл жинақ тұтқыр тіліңді ұштайды, былдыр пікіріңді анықтайды, екішті ойыңды нақтылайды. Мысалы, шәкәрімнің білімнің мақсаты ар ілімін игеру дейді. Осыны сіздер шәкәрімді оқып отырып іздеп таппайсыздар. Ең алғашқы араптан қырылға түсіргендегі көшіргенде де қатыссам да, керек сөздерімді іздеп таба алмаймын. Алаштың осындай түйткілді сөздерін біріктіріп шығарайық дегенде, қалай қарайсың, мен қатты қуандым. Біздің жұрт бостандық, теңдік, құрдастық, саясат ісін ұғынбаса, тарих жолында тезек теріп қалады. Кітаптан ұлт көсемі Әлиханның осындай жан айқайын оқисыз. Өзегі суалмас, өміршең ой, асыл арманын көресіз. Сенбесеңіз міне. Қазақта автономия қылсақ, қара өткел Алаштың ортасы. Сонда университет салып, қазақтың ұл-қызын оқытсақ, қозы көрпеш Баян Сұлуды шығарған, Шоқан, Абай, Ахмет, Міржақыпты тапқан қазақтың кім екенін Европа сонда білер еді-ау. Әлиханның сол арманы орындалды емес пе? 25 жыл бұрын тәуелсіздікке қол жеткіздік. 18 жыл бұрын арқа төсіне ақ ордамызды көтердік. Әлем тамсанар оқу ордасын құрдық. Алаштың антына адал, аманатына берік болу деген осы. Екінші бөлімде бұл өсер елдің ұлдары деген тараумен арнайы біріне бір айтылған жылы лебіздері туралы пікірлер қамтып отырмыз. Өйткені мына біздің кеңес өкіметі кезінде, одан кейінгі жылдарда осы алаш ардақтылары бірмен бірге араз болыпты, бастары бір қазанға сыймаған екен деген сияқты әртүрлі сөздерді, пікірлерді біздің ойымызға, санамызға таңып жүргенін біз жақсы білеміз. Бұл кітап біткен іс емес, үлкен істің басы ғана дейді авторлар. Әлі де том-том кітаптардың ішінде тұнығой, түйін сөздер толып жатыр. Соны сүзіп, қаймағын қалқып алып, халыққа тағы ұсынған жөн. Бұған тұлға танушылардан бастап, әрбір қазақ атсалысса болады. Гүлжазира Алиқызы, Сапар Ақын, Қалжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.